Саламатсыздар. Мен бүгін сіздерге ыстық сумен жасалынатын шифоновый шоколадный бисквит жасап көрсетемін. Бұл бисквитті қандай тортқа шоколадный бисквит керек болса да қолдануға болады. Қазіргі хит болып жатырған милки, трайфлға қолдансаңыздар да болады. Универсальный бисквит дейді ғой, сондай бисквит бұл енді. Өте дәмді және пропитканы керек етпейтін сондай влажный бисквит болып шығады. Міне бірінші құрғақ қоспамызды дайындай аламыз. Оған ұнымыз бен какаомызды електен өткіземіз және үстіне сода мен разрыхлительді қосып, венчикпен араласып бір қалыпқа келтіреміз. Екінші ыдысқа сұйық май мен қантымызды салып, сұйық майдың үстіне миксерлейміз. Әбден бір қалыпқа келтіріп миксерлеп алғаннан кейін жұмыртқаны саламыз үстіне. Жұмыртқаны міндетті түрде жуып алуларыңыз керек, қыздар. Жуып кептіріп алған жұмыртқаны үстіне саламыз да жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Мен 10 минуттай миксерлеймін. Одан кейін жаңағы құрғақ қоспамыздың бір бөлігін салып араластырып аламыз. Одан кейін бұл қоспаның үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қайнап тұрған ыстық су және сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасындағы болу керек. Одан кейін жаңағы құрғақ қоспаның екінші бөлегін салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің әрдайым шығатын бисквитіміз дайын. Менде шықпай қалған күні болған жоқ. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен осында 2 ыдысқа пісірем. Сіздер қандай ыдысқа үйренгенсіздер, соған пісіре берулеріңізге болады. Көріп тұрғандарыңыздай астын фольгамен жасап аламын. Бұны бір ыдысқа пісірсе де болады. О кезде уақыты ұзағырақ піседі. Маған ыңғайлы 2 ыдысқа пісірілген. 4 коржик керек болса 2-ге бөлемін. Ыңғайлы бөлуге де жақсы. 2 ыдысқа тең құям. Таразыларыңыз болса, өлшеп құйсаңыздар тіптен жақсы, бірдей болып шығады. 2 ыдысқа қойып 180 градусқа қызып тұрған пешке 25-30 минут пісіріп аласыздар. Менде 30 минуттай піседі. 25 минут өткенше духовканың есігін ашпайсыздар. Отырып қалады, піспей қалады. Одан кейін әбден суығаннан кейін бисквиттеріңізді осы ыдыстан босатып аламыз. Суыған бисквитті одан кейін пищевой пленкаға орап, холодильникке кем дегенде 6 сағатқа қойып қоямыз. Осы кезде кесе алмайсыздар, арасын кесу қиын болады. Менде кешке пісірем, таңертеңге шейін тұрады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай сондай дымқыл, жақсы бисквит шығады. Бұны осылай пищевой пленкаға орап, 2 күн, 3 күн холодильникке қойып қойсаңыздар да болады, егерде алдын ала жасағыларыңыз келсе. Міне 2 бисквит шықты. Менде осындай көріп тұрсыздар, өте әдемі. Сіздерде жасаңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болғаным өткен.